Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Гүлназ. Бүгін сіздерге осындай мини пончиктардың рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге алдымен жұмыртқа, ұн, сүт, сары май, қант және де қопсытқыш керек болады. Қамырымызға алдымен жұмыртқамызды алып, жарып, қантымызбен жақсылап венчиктің көмегімен араластыратын боламыз. Содан кейін үстіне сүтімізді құямыз. Сүтіміз бөлме температурасы болған жөн. Үстіне сары майымызды салатын боламыз. Менде алдын ала тоңазытқыштан шығарып, дайындап қойған болатынмын. Сіздерде қатты болса, водяной баняда ертіп алсаңыз да болады. Енді електен өткізіп ұнымызды салатын боламыз. Бірнеше бөлікке бөліп салған дұрыс болады. Және соның арасына қопсытқышымызды салып жібереміз. Барлығын жақсылап араластырдым. Менде осындай қою жақсы қамыр шықты. Енді осындай мультипекарда пісіретін боламыз. Немесе сіздер формаларыңыз болса, духовкада пісірсеңіз де болады. Майын барлығын осындай кисточкамен жағып шығамыз. Қамырымызды бір формаға бір ас қасықтан саламыз. Міне пончиктарымыз 3 минуттағы пісіп шықты. Енді барлығын қамырымыз біткенше бәрін пісіріп аламыз. Пончиктарымыздың барлығын пісіріп алдық. Енді әсемдейтін боламыз. Ол үшін бізге алдымен шоколад. Бұл менде водяной баняда ерітілген молочный шоколад. Және де осындай түрлі түсті красительдермен жұмыс жасадым. Астына фотосын қалдырып кететін боламын. Оның үстіне бір қасық молочный шоколадыңызды қосып, жақсылап араластырып, осындай неше түрлі түстер жасасаңыз болады. Красительді жасаған кезде, красителіңізге пышақтың ұшымен ғана ұнтағын салып, үстіне 3-4 тамшы су құйсаңыздар жеткілікті. Және де үстіне мен балаларға қызық болсын деп, кішкентай ұсақ конфетиларды шашып әсемдедім. Оның орнына сіздер қазақстанский қара шоколадты ерітіп, үстіне кішкене май қосып ерітсеңіздер болады. Және де үстіне орешкалармен немесе сахарный пудрамен де өте дәмді шығады. Міне біздің мини пончиктарымыз дайын болды. Балаларыңызға міндетті түрде дайындап беріңіздер, ұнайтынына сенімдімін. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға ас болсын.